Құрметті тыңдармандар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің қалдырған әрбір комментарийларыңыз бен қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Мамаң қайда? Дейді папамның інісі ентігіп. Түрі ашулы, қорқып кеттім. Аулада гүл теріп ойнап жүрген мен үйге қарай жүгірдім. Алдымнан анашым шығып, Сағирашым, неге үйге қарай жүгіріп келе жатырсың? Үйге қарай жүгіруге болмайды деп едім ғой, дегенде анамды құшақтап, артымдағы ағамызды қолыммен созып көрсеттім. Неге қорқасың? Ол сенің ағаң ғой, ботам, деп шашымнан сипап жатқанда жаңағы Айдар ағам да жетіп келді. Маған сондай қатал көзбен қарап, бар ана жаққа ойнап кел деп, басымнан көшені меңзеп, анама қарады. Сол кезде анам бір сұмдықтың болғанын сезгендей менің көшеге ойнап келуімді өтінді. 6-7 жастамын ол кезде. Бәрін түсінемін. Көшеге шыққан адам құсап, үйді айналшықтап жүрмін. Екі көзім анам мен ағамда. Ағам бірдеңкелерді мамама айтып жатыр. Мамам бетін басып жылап жерге отыра кетті. Жүгіріп барайын десем, ағамның бағанағы көзінен қорқып тұрмын. Бір кезде папамның басқа да бауырлары үйге келе бастады. Мен одан сайын қорқып кеттім. Бәрінің түрлері солыңқы, жылағандары көрініп тұр. Верандада отырып алып, бірдеңкелерді талқылап жатыр. Мамам жылап отырған орнынан тұрмады. Осы күннен бастап менің бақытты балалық шағым аяқталды. Осы күн өмір бойы жадында сақталып, ағамның сол бір көзқарасы, анамның жылағанын, бәрі сәби жүректің түкпірінде сақталып қойды. Біз сондай бақытты отбасы едік. Мамам мен папам бір-бірін қатты жақсы көретін, бірақ папам мамамды қатты қызғанатын. Көбіне сол қызғаныштан үйде ұрыс-керіс болғаны болмаса, бәрі керемет еді. Өз баспанамыз болатын. Есіктің алдында жеміс ағаштары өсіп, жеріміз сондай үлкен еді. Есіктің алдында құрбылармен қоласпақ ойнап, тығылмашақ ойнап, қарнымыз ашса, үйге кіріп анамның пісіріп қойған бәлішінен жеп қайта далаға жүгіретін едік. Бәрі сол ағамның келген күні басталды. Ол кезде мен кішкентаймын. Не болғанын түсіне алмай әлекпін. Ешкім ештеңке айтпайды. Сұрасам, сен әлі кішкентайсың, сәл өскенде айтамыз, жарай ма деп алдап қояды. Ал папам сол күннен бері үйге келмеді. Мамамнан сұрасам, алысқа жұмысқа кетті. Көп күннен соң келеді дейді. Мен оған шынымен сенетінмін. Бір күні көшеде ойнап жүріп, бір баламен ұрсып қалдым. Ол біздің жиып қойған ойыншықтарымызды шашып кете берді. Содан мен оның арқасынан бір ұрып едім. Ол да менің басымнан бір ұрды. Өзі менен 1-2 жас үлкен болатын. Бір кезде папасы түремшік. Мынаның папасы ұрлық істеп түрмеде жатыр. Оған жақындамаңдар. Ол түремшіктің қызы деп саусағын созып мені көрсетті. Бәрі маған үрпие қарады. Түрменің не екенін білмесем де, жақсы нәрсе емес екенін ұқтым сол кезде. Жалт бұрылып, үйге қарай жүгірдім. Есіктен кіргеннен мамама, менің папам түрмеде мәне, деп жылап тұрмын. Үй сыпырып жатқан мамам сыпырғысын тастай салып, жерге сылқ етіп отыра кетті. Сонда да маған білдіртпей, жоға, қайдағын айтпа. Кім айтты оны? Дейді. Орнынан қайта тұрып жатап. Көршінің баласы айтты. Мені түремшіктің қызы деп айтты, дедім анама жақындап. Құдай сақтасын. Олар айта береді. Енді ол баламен ойнама, жарай ма, деді анам мені құшақтап. Қанша білдірткісі келмесе де, сол кездегі баланың айтқаны шындық екенін түсіндім. Бір күні үйімізге бөтен кісілер келіп, үйдің ішін қарап, бөлмелерге кіріп көріп жүр. Өткендегі папамның інісі оларға біздің үйді мақтап жатыр. Мамам далада жылап жүр. Әлгі кісілер жан-жақтарына қарап,
Қабырғаларды ұстап, полға секіріп қояды. Еденіңіз ескілеу екен. Қай жылы соғылған? Қаншаға бересіз дейді. Ерлі-зайыптылар бір-біріне қарап. Болатын бағасын бағана айттым. Одан төменге бере алмаймын. Онсыз да арзан беріп жатырмын. Тез арада ақша керек болған соң арзанға беріп жатырмыз дегенде үйдің сатылып жатқанын ұқтым. Сатылып та кетті. Сол кісілер алды. Сол үйде менің балалық шағым қалды. Үйіміз өзіме қатты ұнайтын. Есіктің алдындағы гүлдерім, тапчаның үстіндегі ойыншықтарым бәрі сол үйде қалды. Киім салатын сөреме дейін сол үйімізде қалды. Ол үйімізден көшіп бара жатқанда қимай қатты жыладым мамамды. Менен кейінгі бауырымды құшақтап, жылап шығып бара жаттық. Біз ата-әжеміздің үйіне қайтадан көшіп бардық. Папам сол бойы келмеді. Өз үйімізден тек киімдерімізді алып шықтық. Сол үйімізді әлі күнге дейін сағынамын. Анама кейін өскенде көп ақша тауып, өзіміздің үйімізді қайта сатып аламын дейтін едім. Анам байғұс құлыным-ау деп құшақтап жылайтын. Біз сол атамыздың үйіне қайта көшіп бардық. Атам байғұс әкемді түрмеден шығарамын деп шапқылап жүрді. Үйді де сол әкемді шығарамын деп сатқан екен. Үйіндегі біраз малдарын сатып, қалаға қарай шапқылауы көбейді. Шай үстіндегі әңгімелерінен бәрін түсініп жүрмін. Мені кішкентай қыз деп елемесе де бәрін түсінемін. Кішкентай қыз өзіміздің үйімізде қалып кеткен. Мен бұл үйге ересек адамда есейіп кіргенмін. Атамыз бәріне басу айтып, мықты болайық. Жылағаннан ештеңке өзгермейді. Әлі де ұлымды түрмеден алып шығамын, алаң болмаңдар деп жылап отырған әжем мен анама ұрсып беретін. Мен анамның қасынан шықпай жүретін едім. Менен 2 жас кіші сіңілім бар, және 1,5 жасар інім бар. Соларға қарайлап анама көмектесетінмін. Үй жинасып жүретін едім. Атам мені, әжем бізді қатты жақсы көретін. Үнемі еркелетіп отырады. Алайда бұл үй бізге жақсы болғанымен анама жақсы болмады. Үйде Айдар ағамыз бен келіншегі бізді жақтырмай, анама күн бермейтін. Жеңгеміз ар өтсе де, бер өтсе де, 1,5 жасар інімді шымшып кететін еді. Ол байғұс кім тигенін айта алмай жылай беретін еді. Мен оның шымшығанын көріп қойып мамама айтсам, қой, олай жасамайтын шығар деп сенбейтін еді. Сенсе де не істей алады? Біреудің үйінде жүрген соң өз құқығыңды айтып қорғана да алмайсың ғой. Осы үйде анам үшін нағыз тозақ өмір басталды. Мен соның бәріне куә болып өстім. Ауылға көшіп барған соң анам сол ауылдың мектебіне еден жуушы болып жұмысқа тұрды. Себебі әкеміз қасымызда болмаған соң анам бар жауапкершілікті өз мойнына алды. Бір жағынан әкеме барып келгенге ақша керек болып көп еңбек етті. Мен де сабағым біткенде анама көмектесетін едім. Орындықтарды парталардың үстіне көтеріп беріп, сыпырып шығатынмын. Анам болса менің артымнан жуып жүретін. Ол кезде ұялып, намыстану дегенді білмеппін ғой. Тек анамның жанын түсініп, анам жыламасыншы, қуанып жүрсінші деп барымды салатын едім. Менің көмектескеніме мамам қуанып, жаным менің, қамқоршым менің, жанашырым деп көзіне жас алатын. Мектептен үйге қайту біз үшін қиынның қиын еді. Барғымыз келмей қайтатынбыз. Себебі анама әкемнің қарындасы мен абысыны тыныштық бермейтін. Ол үйде адам көп болатын. Атам мен әжем, әкемнің інісі мен оның келіншегі, олардың бала-шағасы, қарындасы бәрі сол қара шаңырақта тұратын. Оларға біз қосылдық. Одан сайын адам көбейіп, жеңгеміз жақтырмай, біз мектептен келсек ала көзімен қарап тұратын. Өзіңді жақтырмаған үйде тұру қандай қиын десеңші. Бір күні анамның суық судан қолы жарылып кеткен екен. Қайын сіңлісінің қолға жағатын кремін жаққан ғой. Ол жынданып түнде бөлмемізге кіріп келіп, сен ба
Менің кремімді жаққан итқан жоқ. Желеп неге жағасың? Кім рұқсат берді саған деп, інімді құшақтап жатқан анамды теуіп жатыр ғой. Біз сіңліміз екеміз арашалай алмаймыз, өйткені бізді әбден нұқып, қорқытып қойған. Көрпемізді бүркенген күйі даусымызды шығармай жылап жатырмыз. Батылдығымыз баяғы сатқан үйде қалып кеткен еді. Бұл үйде мүлдем басқа адам болып өзгеріп кеттік. Анам да тұйықталып, әркім бір ұрса берген соң жалтақ болып, өз-өзін қорғамай, үндемей жүре беретін. Үндемеген сайын әлгі қайынсіңлісі мен абысына күн бермейтін. Атамыз да өте қатал кісі болатын. Ол үйде әжем ғана мейірімді еді. Біздің сөзімізді әжеміз ғана сөйлейтін. Мен әжемнің ең сүйікті немересі едім. Соны үйдегі кіші келіні сезіп, мені жек көретін. Неге менің балаларымды солай жақсы көрмейді? Мен балаларымды төркінімнен туып келіппін бе? Деп ағама ұрсып жатқанын талай естігенмін. Қысқасы, бұл үйде әжемнен басқасының бәрі бізді жауындай көреді. Атамыз бізді жақсы көргенмен анама көп тиісетін. Үй тірлігіне әжем емес атам тиісіп, сәбіз аршып отырса да, дұрыстап аршы, жұқалап аршымайсың ба? Өзің ақша таппаған соң жаның ашымайды деп ұрсып кететін. Ал әжеміз атамнан қорқатын. Біздің сөзімізді сөйлесе таяқ жейтінін біліп үндемейтін. Осының бәрін көріп өстім ғой мен. Әжемнен басқасының бәрін иттің етінен жек көріп жүрдім. Әсіресе анамды тепкен, әпкемді сондай қатты жек көріп кеттім. Сол анамды жатқан жерінен тепкен күннің ертесіне түнде залтамға кіріп, шифонердегі әпкемнің қымбат дубленкасы мен сумкасын қайшымен қиып тастап, азанда сабаққа кетіп қалдым. Кек алған түрім ғой. Түсте анам екеуміз еден жуып жүрсек, анам: "Сағираш, әпкеңнің киімдерін сен қидың ба?" деп сұрағанда, бетіне қарауға ұялып, "Жоқ, мен емес" деп жауап бергенмін. Анам байғұс мен екенімді сезсе де ұрыспай: "Шыныңды айтшы ботам. Әпкең үйде шу шығарып жатыр. Қазір барсақ, атаң екеумізге де ұрсатын шығар", дейді анам жыламсырап. "Я, мен кестім. Неге ол сізді тебеді? Жек көрем оны. Бәрін жек көрем" деп айғайлап жылап жібердім. Анам: "Қой, олай деме. Ол сенің бауырларың ғой. Папаң шықса, бәрі жақсы болады" деп мені құшақтады. Бірақ оның да денесі дірілдеп тұрғанын сездім мен. Жылағанын маған көрсетпесе де, іштей қиналып тұрғанын сездім. Кешке үйге анам екеуміз барғанда, әпкем алдымнан шықты. Әбден жылап көзі ісіп кеткен. Маған бадырайып қарап, не дер екен дегендей тесіліп тұр. Бірақ үндемеді. Әжем сөйлесіп қойса керек. Әйтеуір ешкім ештеңке демеді. Осылайша әжемнің үйінде қиын күндеріміз өтіп жатты. Бір күн тыныш өтсе, келесі күні айқай-шу болатын. Анам әкеме барайын десе, абысыны тамағын қызғанып жұлынатын. "Неменеге бара бересің? Ол жақта да тамақ бар шығар. Соншама адам аш отырмайтын шығар" деп тамақ бермей қоятын кейде. Біреулерден қарыз алып жүріп, әкеме барып келетін арасында мені де апарып тұрды. Мен өзім папама барамын деп қоймаған соң ертіп апарады. Мен қайдан білейін ол жақтың жаман екенін. Қалаға барып, әкем жатқан жерге жеткен соң, олар кіргізе қоймайды екен. Кешке дейін күтіп отырдық сыртта. Бір кезде кіргізді. Айнала темір есіктер. Тарс-тарс етіп ашқаннан селк етіп, мен деген қатты қорқып кеткенмін. Сол кезде көк краскамен краскіленген ауыр есіктерді ашып, бізді кіргізіп, тарс еткізіп, қайтадан жапқанда шығармай қоятындай қорқып кеткен едім. Анам құшақтаған соң ғана басылатынмын. Ішке кіргізген соң ұзын-ұзын столдар болады екен. Соған отырып күттік. Бір кезде әкем кіріп келе жатты. Қап-қара киінген, басында қара кепкасы бар. Азып кеткен сияқты. Бірінші мені көтеріп алып құшақтады. Сонда бір салқындық болды менде. Сағынып барған әкемді көргенде онша қуанбадым.
Білмеймін, мүмкін киімінен қорқтым ба, әлде анамды көріп жүрген қиыншылығын әкемнен көрдім бе, өзім де білмеймін. Қазір ойлап қоямын да, сол кезде мені бекер түрмеге апарды деп. Сол көрініс мәңгілік жадымда сақталып қалды. Кішкентай қыз көретін жер емес екен ғой. Естеріңізде болсын, қандай жағдай болмасын, баланы түрмеге апармаңыздар. Ол балаға ауыр соққы болады екен. Содан бері әкеме алыспын. Қатты жақсы көрсем де, бір көрінбес қамал бар сияқты. Ойымдағыны әкеме жеткізе алмаймын. Мен сол үйде жүргенде қатты тұйықталып кеттім. Менің кіші сіңілім керісінше бұзық болып кетті. Ол сияқты бәрін боқтап, мектепте сыныптастарын ұрып, мұрнын қанатып, анам директордан талай ұрыс естіген. Қазір ойлап отырсам, ішіндегі өшпенділікті солай шығарған екен ғой. Үйде тиіскендерге жауап қайтара алмаған соң бар ашуын мектепте көрсеткен екен. Ал мен керісінше ешкімге тиіспеймін, ешкіммен сөйлеспей, өз алдыма бір әлем болып жүрдім. Бар арманым әкем абақтыдан шықса екен, бәріміз ана үйден құтылсақ екен деп армандайтын едім. Әкеміз үйленіп, бөлек шыққан соң жаман ортаға түсіп, ұрлық жасаған екен. Содан ұсталғанда жанындағылар қашып кетіп, бүкіл қылмысты әкемнің мойнына іле салған көрінеді. 5 жылға сотталған әкемді атам шапқылап жүріп шығарылмады, бірақ 2 жылға азайтты. Содан 2 жылдан кейін әкем түрмеден шықты. Әкем абақтыдан шығып, бәріміз бір қуанып қалдық. Атам үлкен құдай тамақ жасады, анам да қуанып жүр, бірақ мен әкеме жақындамай қашып жүрмін. Сөйлеуге ұялатын сияқтымын. Мені көтеріп құшақтаса, қолынан түскенше асығатын едім. Сол баяғы түрмеге барғанымның әсері болса керек. Әйтеуір салқынмын әкеме. Әлі де солай, өз ойымды жеткізе алмаймын. Бірдеңкелер сұраса, я, жоқ деумен ғана шектелемін. Бәріміз топырлап, қара шаңырақта тұрдық. Баяғы ұрыс-керіс мұнымен тоқтамады. Әпкеміз анамды әкеме шағыстырып, ұрғызатынды шығарды. Анам жұмысқа кете салысымен әкемнің қасына отырып алып, біздің көзімізше анамды жамандайтын. Қатының салақ, қолынан түк келмейді, тамағы дәмсіз, тез-тез қимылдауды білмейді, былжырап жүреді. Бірдеңе десең, сөз қайтарады деп, тұрып өтірік айтқанда, өтірік айтпаңыз, ондай емес деп айғайлағым келетін, бірақ қорқамын. Содан әкем абақтыдан шыққан соңда түзеле қоймады. Ішіп келіп, анамды соққыға жығатын. Арасында мен ажыратамын деп, маған да қол аяғы тиіп кететін. Әкем қатты қызғаншақ болды. Мен жоқтан естедің. Кіммен жүрдің? Сен пәленгеспен жүріпсің ғой, естідім деп, бас салып ұра беретін. Қызғануға себеп болмаса да, өтірік қызғанып ұратын сол кезде. Мүмкін абақтыда жатқанда көрген азабын анама көрсеткісі келген шығар деп ойлаймын осы күндері. Өйткені себепсіз ұратын. Бірде тойға бардық. Сонда анамды бір кісі биге шақырып қоймады. Өзі ішіп алған екен. Анам шықпаймын десе де сүйрелеп. Өйткені менің анам өте сұлу болған. Келін болып түскенде көбісі Мақпал Жүнісоваға да ұқсайды екен. Томпақ, әдемі екен деп таңғалған екен. Сол сұлулығы сор болып, әкемнен көп таяқ жейтін. Ол кездің адамдары ішімдікке құмар еді ғой. Ал ішіп алған адам қай бір сау әңгіме айтсын. Әкеме де бір досы, әйелің сұлу, осындай сұлу әйелді қайдан тауып алдың? Деп айтқан үшін де анам өліп таяқ жеген еді. Сол тойдан шыққан кезде де көлікке отыра салып анамды тоқпақтап жатыр ғой. Неге ол тек сені биге шақырады? Араларыңда не бар? Айт шыныңды деп тұрып ұрғанда мен анамның алдына жатып алдым. Көліктің тізгінінде отырған әкемнің інісі міз бақпай отыр ғой шіркін. Ажырату жоқ. Қойсаңдаршы дегеннен басқа еш әрекет жасамағанына ашуым келген. Ертесіне қолым ісіп кетіпті. Әкемнің соққысы тиген ет қызуымен байқамаған сияқтымын. Ол кезде 3-ші сыныпқа барып қалғанмын.
Сол күні сабаққа бармадым. Қатты қорқсам керек. Қызуым көтеріліп, қатты ауырдым. Анам қорқып кетті. Ол да жұмысқа бармай қасымда құрақ ұшып жүр. Ал әкем орнынан тұра салып түк болмағандай көшеге шығып кеткен болатын. Бір кезде далаға шыққым келді. Ол кезде әжетхана далада болатын еді ғой, алыста. Сол әжетханаға кетіп бара жатқанда жер айналып жатқан сияқты болды маған. Қорқып кеттім. Қолымды тірейін. Ештеңке таппай, екі қолымды екі жаққа созып жатқанымда ұшып бара жатқан сияқты сезімде болдым. Ары қарай есімді білмеймін. Оянсам, ауруханада жатыр екенмін. Жанымда анам мен әжем жылап отыр. Қолыма екпе салып тастаған. Өмірімде ауруханаға жатып көрмеген мен қолымдағы уколды көріп қорқып кеттім. Әжем шашымнан сипалап, қорықпа құлыным, бәрі дұрыс. Қазір үйге алып кетеміз. Мына дәрің біткенше шыдай тұр. Жарай ма деп маңдайымнан сүйіп жатыр. Әже, мені тастап кетпеңізші деймін егіліп. Жоқ, тастамаймын. Сыртта папаң күтіп отыр. Қазір барамыз. Көлікпен үйге қайтамыз деп әкемді айтқанда мен тағы да қорқып қалтырап кеттім. Өзіміз қайтайықшы. Папам кете берсінші. Мен одан қорқамын деген сөзді әрең айттым. Жарайды деп әжем сыртқа шығып кетті. Анам екеуміз қалдық. Анашым қартайып кеткен бе? Бұрынғы томпайған беті жүзінен ештеңке қалмаған. Жүзі солыңқы. Екі беті салбырап, қабағы да кірпігін басып салбырап тұр. Өздері қып-қызыл болып ауыр күрсінеді. Мұрны бітіп пысылдап, анда-санда тартып қояды. Маған бірдеңке десе жарылып кетердей әрең шыдап отыр. Бір кезде дәрігер кіріп келді. Қолымдағы екпені алып, үйімізге қайта беруімізге болатынын айтты. Бірақ мен үйге қайтуға қуанбадым. Кісінің үйі болған соң барғым келмесе де амал жоқ, қайттық. Сол күннен бастап мен қайта-қайта талып қалатынды шығардым. Сонда мен қалқанша без зоб ауруына шалдыққан екенмін. Балалық шағымдағы ауыртпалықтың бәрі денсаулығыма әсерін тигізген екен ғой. Өз үйімізді қимай көшкеніміз, анамның жылағанын көріп өскенім, әкеме абақтыға барып қорққаным, мына үйдегі жанжал бәрі кері әсерін тигізсе керек. Әжем байғұс дәрігерден дәрігерге апарып жүріп, бетім бері қарады. Естуімше, үлкендер ақылдаса келе бізді Алматыға жіберетін болды. Бірақ бірінші әкем мен анам кетті. Жұмыс тауып орналасқанша біз ауылда тұратын болдық. Біздің пікірімізді сұраған ешкім жоқ. Әке шешем кететінін естіп қатты қиналдым. Анам бөлмемізге келгенде, Сағирашым, сен алаң болма, сәл шыдаш. Мен Алматыдан көп ақша тауып келіп, сендерді алып кетемін. Бәріміз бұрынғыдай бірге тұрамыз. Бізге ешкім тиіспейтін болады деп жұбатты. Мен көндім. Көнбеске амалым жоқ еді. Екі бауырыма қамқор болып қалуыма тура келді. Сөйтіп, бізді тастап, анам Алматыға жұмысқа кетіп қалды. Інім мен сіңлім үшеуміз атаның үйінде қалдық. Атам мен әжем бізге тиіспейтін. Ал жеңгеміз аталар жоқта бізге тиісіп, тамағын қызғанып, кішкентай кесеге сорпа құйып беріп, тесіліп қарап отыратын еді. Одан қорққанымыздан шайнамай жұта беретін едік. Ал әжеміз үйде болса, өтірік бізді жақсы көретін адам құсап, жаным, күнім деп сөйлейтін. Не деген, екі жүзділік деп таңғалатын едім. Кімнің үйінде де жүрсең де, тірлік істемесең жақпайсың ғой. Таң атпай тұрып, қора тазалап, есіктің алдын сыпырып, үй жинап, күніміз өтіп жатты. Балалар үшін қасында әке шешесі болмаса қиын ғой. Кейде қиналып кетсек, көшеде солардың жолын тосып отыратын едік. Арасында екеуі келіп тұрды. Анамның сәл реңі кіріп қалғандай. Ол жақтан жақсы жұмысқа тұрып, әр келген сайын бізге тәттілер әкеліп, бір қуантып, олар кеткен кезде қайтадан жылайтын едік. Мен кішкентай інім жыламасын деп көршінің үйіне алып кететінмін. Ол байғұс бірдеңкені сезгендей үйге қарай жұлқынып жылайтын. Әке шешемнің көлікке отырып кетіп бара жатқанын көріп қойып, соларға қарай жүгіріп жылайтын еді. Сөйтіп,
Біз олар бізді қимай қоштасатын едік. 2 жылдан соң ең бірінші інімді алып кетті. Содан соң мені, соңында сіңілімді алып бәріміз Алматының шет жағында жалдамалы пәтерде тұрдық. Жағдайымыз жақсарып, бәріміз бұрынғыдай тату-тәтті тұрып жаттық. Әкем де бұрынғыдай қызғануы жоқ. Ауылдағыдай шетін достары да жоқ. Шағыстырып, ұрғызатын қарындасы жоқ. Анама тиіспейді. Оған тиіспесе, бізден бақытты адам жоқ. Бала үшін ата-анасының татулығынан асқан бақыт жоқ екен. Кейбір отбасылар баланың көзінше 40 пышақ болып жатады ғой. Солардың көзінше мен сені өлтіремін. Екеуміз ажырасамыз, мен сені көргім келмейді. Бала шағаңды алып кет үйден дегендей ауыр сөздерді естіп өскен бала қатты уайымшыл болады. Шынымен мамамды өлтіріп тастаса, мен не істеймін деп іштей қайғырып жүреді. Ал сол уайымның бәрі баланың психикасына әсер етеді. Ешқашан баланың көзінше бір-біріңізге ауыр сөз айтпаңыздар. Сонымен алып қалаға келгенде мен 6 сыныпқа өткен едім. Қаланың шетіндегі ауылды жерде тұрып, сол ауылдың мектебіне бардық. 6 сыныпта Алматыда оқыдым. Бұл жақтың қыздары басқаша, ерте бой жетіп кеткен. Бәрінің бір жігіттері бар. Сонда олар мені жігіттерінен қызғанып, мен сұлу болған соң жігітімізді тартып алады деп қызғанады екен. Қайдағы тартып алу, жігітті тартып алмақ тұрмақ, қалай сөйлесуді білмейтін едім ғой. Ауылдан келген, үнемі ұрыс-керістің арасында өскен қыз ондайды қайдан білсін? Тіпті орысша білмейтін едім. Ол кездері 2005-2006 жылдары көбісі қазақ тілін менсінбей орысша сөйлейтін еді ғой. Ал бұл жақтың қыздары орысша сөйлеп қалған екен. Көкіректері өсіп, боянып, қымбат әдемі киім киетін. Бұл жақта да өзімді төмен санап, жалтақтап жүрдім. Бір сыныптас қызым Шымкенттікі еді. Сонымен дос болып, сырымды айтып, орысша білмейтінімді айтып едім. Ертесіне мектепке барсам, бәрі мені мазақтап күліп, мен деген жылап үйге қайтып кеткен едім. Ол мектепке бармаймын деп жүріп, анам басқа мектепке ауыстырды. Қайда барсаң да қорықтың көрі демекші, ол мектепте де мені ешкім жақын тарта қоймады. Ешкіммен сөйлеспей, ішімдегінің бәрін күнделікке жазып, бар сырымды да, мұңымды да сол күнделігім болатын. Әкем мен анам таң атпай жұмысқа кетіп, қаз қарайғанда келеді. Менің сырымды сұрап жатқан ешкім жоқ. Өтпелі кезеңде переходной возрастта өзіммен өзім өткіздім. Жұрттың қыздары сияқты мінез шығарып, сөз қайтарып, үйінен қашып кетіп, менде ондай болған жоқ. Ішімдегі бар дертім, мен қуанышымды күнделігіме жазып, жеңілдеп қалатын едім. Кейін уақыт өте келе мінезім ашылды. Адамдармен араласуымда қиынға соқпай, құрбыларым пайда болып, өмірге деген көзқарасым өзгере бастады. Алматыда тұрғанда ауылға барып тұратын едік. Әжемді сағынатынмын. Жазғы демалыс болса, ауылға қарай жүгіретінбіз. Қыдырып барған соң қадірлі болады екенсің ғой. Кешке дейін үйге кірмей ойнайтын едік. Үйге кіргіміз келмейтін. Қазіргі балаларды далаға шығара алмайсың ғой. Бұрын ауылға барсақ, көшеде ойнап жүрген бала-шаға көп болатын. Қазір барсаң, ешкімді көрмейсің. Көбісі үйінде сотка ойнап отырады. 8 сыныпты бітірген соң ауылға барсам, сыныптас қыздар да, ұлдар да өзгеріп кеткен. Қыздар жігіттермен сөйлеседі. Ол кезде по телефону сөйлесетін еді ғой. Агент деген шыққан. Ауылдағы сыныптас құрбымның үйінде отырғанбыз. Ол біреумен сөйлесіп отырғанда, кіммен сөйлесіп отырсың деп едім. Бөлем ғой, таныстырайын ба деді. Ол кезде мен сәл бой жетіп, тұйықталғаным басылып, өз-өзіме сенім пайда болып жүрген кезім. Өмірімде жігітпен сөйлесіп көрмегенмен жоқ деппін. Ой, не қылады, танысып көрсей, алып қашып кетпейді ғой деп, тұтқаны маған бере салды. Арғы жақтан гүрілдеген жігіттің даусын естігенде бір түрлі болып кеттім. Сәлем,
қалайсың дейді. Сәлем, дедім сасқалақтап. Сенің атың Сағира ғой, иә? Иә, қайдан білесіз, дедім таң қалып. Құрбың сен туралы айтқан. Алматы қалай? Күшті шығар, иә? Болады, дедім, сенімсіздеу. Сол жерде қалжыңдасып, құрбым екеуміз жыртыңдап, сөйлесіп, тырқылдап, мазақ қылып, анау баланы екі құрбының басы қосылып қалса сол ғой. Жыртың етіп, ананы, мұнаны айттық та қойдық. Ертесіне номерімді құрбымнан алған болу керек, кешке хабарласты. Әжемнің бөлмесіне кіріп алып сөйлестім. Ол Алматы туралы көп сұрады. Алматыға келу арманы екенін айтты. Кез келген адам Алматыны көруге асығады ғой. Біз де солай асыққанбыз. Алматыда бәрі керемет болып кететін сияқты көрінетін. Теледидардан көріп армандайтын едік. Бірақ Алматы біз ойлағандай емес екен ғой. Өте қатыгез қала. Ақшаң жоқ болса, аш қалатын қала. Біз теледидардан көргендей емес екен. Қаланың шетінде тұрғандықтан әке-шешем байғұс таңғы 4-те тұрып, 5-те шығып кететін. Әкем автобус жүргізушісі. Анам соған кондуктор болып істеді. Сол таңғы 5-те кеткеннен түнде бірақ келетін. Олар жұмыстан келгенше мен үй жинап, тамақ жасап қоятын едім. Ерте есейдім. Үйдің бар тірлігі менің мойнымда. Біреудің ескі шағын үйін жалдап тұратынбыз. Онысы бірақ бөлме. Жазда қапырық болғанда демала алмай кететін едік. Терезесі күнге қарап қалған. Төбесі аласа, кішкентай бір бөлме еді. Сол бөлмеде тамақ жасап, сабақ оқып, сол жерде жататын едік. Яғни ас бөлмемізде, жатын бөлмеде, залда сол бір бөлме еді. Сабаққа барғанда киіміміз майсасып тұратын еді. Алматыға бара салып үй аламыз деп ойлағанбыз. Қайдағы? Тапқандары тамақ пен пәтердің ақшасынан артылмайтын. Сонымен әлгі жігіттің есімі Нұржігіт екен. Барлығы оны Норик деп атайды екен. Біздің ауылдан 2 ауыл ары тұратын көрінеді. Ол кезде мен 8-ші сыныпты бітіріп, жазғы демалысқа қыдырып барған болатынмын. Сонымен ол жігітпен танысып, телефон арқылы сөйлесіп жүрдік. Бұрын жігітпен сөйлесіп көрмеген, мен бауыр басып қалғандай болдым. Хабарласпай қалса, іздеп, телефоныма қайта-қайта қарап, өзім түсінбейтін бір түрлі сезімде болдым. Нурик басынан өткендерін айтып, мен де өз басымнан өткендерімді айтып, бір-бірімізден жасыратын сыр қалмайды. Оның анасы жақында қайтыс болған екен. Анасы туралы айтқанда жылап қалатын. Оған қосылып, мен жылайтын едім. Сабақта отырғанда соны ойлап, анасы жоқ екені есіме түссе, көзіме жас келіп қалатын. Өйткені анам жырақта жүргенде қандай қиын болатынын көрдім ғой. Ол менен 2 жас үлкен екен. Күндіз түні телефонмен сөйлесіп жүрдік. Кейде азанға дейін сөйлесіп, сабаққа кешігіп қалатын едім. Сонымен қысқы демалыс басталды. Ауылға бардым. Сол кезде кездесеміз деп шештік. Ол біздің ауылға қыдырып келетін болды. Мен әжемнен құрбымның үйіне барып келемін деп сұранып кеттім. Барсам, Нурик сол үйде жүр екен. Таныстық. Түрі онша ұнамады. Шашы өсіп кеткен, тістері қасқырдың тісі сияқты ақсиып қалған, күлсе бір түрлі көрінетін. Маған тура қарай алмай, көздерін тайдырып, басқа жаққа қарайтын. Бірақ мені ішкі түйсігім маза бермейді. Жүрегім қаламай тұрса да, көңіліне қарап сөйлесе бердім. Ауылда жүргенде құрбымның үйіне қайта-қайта барып, Нурик екеуміз ұзағынан әңгімелесіп, ойнап күліп жүрдік. Бір күні құрбымның үйінде ешкім болмады. Мамалары алысқа тойға кетіп, әпкесі қалаға кеткен болатын. Құрбым қорқамын деп мені атамнан сұрап алды. Тағы бір сыныптасымыз бар. 4-еуміз әңгімелесіп отырдық. Біз 3 қыз бір бөлмеге, Нурик бір бөлмеге жатты. Құрбыларым ұйықтап қалған соң, екеуміз 2 бөлмеде жатып телефонмен сөйлесіп жаттық. Бір кезде қасыма келіп жатшы деп өтінді. Мен болсам, қойш, қорқамын деймін. Қорықпа, мен саған тиіспеймін. Егер екеуміз үйленіп жатсақ, мен сені ауылыма қыздай апарғым келеді деген соң, жанына барып жаттым.
Екеуміз құшақтасып жатқаннан арыға бармадық. Біраз әңгімелесіп, ұйқымыз келген соң мен өз орныма барып жатып ұйықтап кеттім. Ол кезде 9-шы сыныпты бітірген болатынмын. Сол күннен бастап екеуміз қыз бен жігіт болып жүре бастадық. Мен Алматыда, ол Шымкентте. Демалыс сайын Шымкентке қарай жүгіремін. Құрбымның үйіне көп барғыштап кеттім. Ол 9-дан соң колледжге түсіп, қалада қыздармен бірге тұратын. Сол квартирасына барып, мына жақтан жігітім келіп, екеуміз саябақта қыдырып жүретін едік. Арасында менің туған күнім болып, ол маған ұялы телефон әпергеніне мәз болып жүре бердім. Алматыға келсем де, екеуміз үнемі телефонмен сөйлесіп, бірге ұйықтап, бірге тұрып жүрдік. Яғни, ұйықтағанша телефонды өшірмей, таңертең ояна салып, бір-бірімізге хабарласып, ұзақ сөйлесетін едік. Уақыт өте келе, ол мінез шығара бастады. Телефон көтермей қалсам, маған ұрсып, тікеңдеп, болмайтын нәрседен қызғанып, арасында боқтап та жіберетін еді. Оның қызғанғанына мен мәз болып, мені шын сүйеді екен ғой, деп ойлайтын едім. Кейін қызғанғанның көкесін көрсетті. Алыста болса да, еш жаққа жібермей, мен ақымақ қыздармен кафеге баратын болсам, содан сұранып, ол кісі болып жібермей, сол бармайсың десе, бармай қоя салатын едім. Мен ақымақ сол мінезін көрсеткеніне ара қатынасымызды үзуім керек еді ғой. Көзім соқыр болып, құлағым саңырау, адамда ештеңкені көрмей, ешкімді естімей қалдым. Әйтпесе, екеуміздің жүретінімізді естігендер, ойбай, ол баланың мінезі жаман, әкесі алқаш, анасының түбіне жеткен, сол әкесі ғой деп айтқанда да құлақ аспаған едім. Біреу бірдеңке десе, біздің махаббатымызды көре алмай жатыр деп ойладым. Екеумізді ажырату үшін өтірік айтып жатыр деп ойлап та жүрдім ғой. Әттең, сол кезде жақындарымның жан айқайын тыңдасам ше. Мен 10-шы сынып бітірген соң ұбт-ға оңай түсу үшін ауылға оқитын болдым. Ол кезде ауылда оқитындарға квота жеңілдік болатын. Бір жағы ауылға оқитыныма қуанып жүрмін. Жігітімнің қасында жүретініме мәзбін. Ол да қуанып жүр. Алайда мен ауылға келген соң, ол Алматыға келуіне тура келді. Өйткені тұрақты жұмысы болмаған соң, нағашы әпкем, мамамның сіңлісі оған жақсы жұмыс тауып, жанына шақырып алды. Ол кісі үлкен базарда ет сататын. Соған жүк тасушы керек болып, жақсы төлеймін деп келіскен еді. Сонымен ол Алматыда, мен ауылда жүрсек те телефонмен сөйлесіп жүрдік. Ауылдағылардың бәрі біліп алған екен. Мамам да, әпкелерім бәрі естіп қойыпты. Папамның басқасының бәрі біледі. Нағашы әпшем де екеуі бір-біріне жақын жүрмесін деп әдейі Нұрикті шақыртып алған екен. Оны танитындардың бәрі екеумізге қарсы болды. Олар қарсы болған сайын біз бір-бірімізге жақындай түстік. Нұрикті жамандағандардың бәрін өзіме жау көрдім. Бір ұрсып, бір татуласып, өміріміз өтіп жатты. 11-ші сыныпты бітіруге жақын қалып, ұбт-ға дайындала бастадым. Арманым мұғалім болу, сабаққа дайындаламын деп, телефонды өшіріп тастап, 1000 рет хабарласады екен бұл. Қосқан кезде жынданып, боқтайтын. Сабаққа дайындалуым керек, ойым бөлмесін деп, өшірдім десем, түсінбейді. Сондай мінезін көріп тұрып, қалайша бұл адаммен сөйлесіп жүрдім деп, жыным келеді. Қазір ойлап отырсам. Өткендегі екеуміз бірге жатқанымызды 2-ші сыныптасым жеңгесіне айтып қойыпты. Олар ұйықтап қалды ма десем, қуғыз ұйықтамаған екен. Жеңгесі басқа абысындарын айтқан. Айналып келіп, менің мамама жетеді ол сөз. Мамам алдын онша мән бермей жүрген. Енді мына сөзден кейін шынымен уайымдап, өзімнен сұрайды. Мен шындықты айттым. Арамызда ештеңке болған жоқ. Тек құшақтасып жаттық дедім. Анам маған сеніп, әлгі сөз таратқан әйелге барып, ұбт тапсырайын деп отырған баланы сөз қылуыңды тоқтат. Шындықты білмей тұрып, қалайша әңгіме таратасың деп түсіндіріп айтыпты. Анам байғұс маған барынша қолдау білдіріп, қасымнан шықпай көмектесіп жүрсе де, мен грантқа түсе алмадым. ұбт кірген бойда өкпем қысылып, басым айналып, қатты қорқып талып қалдым.
Дайындалғанымның бәрі зая кетті. Есімді жиған соң қайта тапсырсам да, миыма ештеңке қонбай, тез шығуға асығып, берілген тапсырманы өтірік белгілей бердім. Анашым, грантқа түспей қалғанымды бетіме баспай, жылап жүрген мені жұбатып, шапқылап жүріп, ақылы оқуға түсірді. Өзім армандаған мұғалімдік мамандығына түсіп, қуанышымда шек болмады. Жігітті бір жаққа сырып қойып оқуыма көңіл бөлемін деп шештім. Алматыға оқуға түскен соң, ол да Алматыда, мен де Алматыда. Телефонды көтермесем, универге жетіп келетін. Мен шыққан соң, аялдамаға келгенше менімен ерегісіп, неге менімен сөйлеспейсің, басқа біреуің бар ма деп діңкілдейтінді шығарды. Айтсаң, сөзге түсінбейді. Болды, бітті дедім бір күні, ашуым келіп. Енді мені мазалама, сенім жоқ жерде махаббат болуы мүмкін емес. Егер маған сенбесең, демек, мені сүймейсің. Бұдан бұлай менен аулақ жүр деп тоғетерін айттым. Біліп едім. Сенің басқа жігіт тауып алғаныңды біліп едім. Оқуға түскелі өзгеріп кеттің. Менімен сөйлескің келмейді. Неге? Неге сөйлескің келмейді? Дейді жылынап. Мен саған тағы да айтамын. Оқуым керек. Бұрынғыдай түнімен сөйлесіп, шығатын шамам жоқ. Мазамды алма деп бұрылып бара жатқанымда, бұл мені бас салып, жағамнан ұстап, қылқындырып, мені бұлай тастап кетуіңе жол бермеймін. Қазір әкеңе барып, екеуміздің болғанымызды айтамын. Қызыңыз қыз емес деп айтамын. Сенбесеңіз, жеңгемнен сұраңыз деп айтамын деп қорқытуға көшті. Қанша қорқсам да білдіртпей, білгеніңді істе. Саған кім сенеді деп итеріп жіберіп кетіп қалдым. Міне осы кезден бастап мен арамызды үзуім керек еді. Бірақ мен үзбедім. Кешірім сұрап, жылап, анасының жоқтығы жанына батып жүргенін айтып, мені кездестіргелі, өмірге деген көзқарасы өзгергенін айтып, жылаған соң қайта кешірдім. Бір күні группаласын туған күнін жасайтын болып, мені де шақырды. Нұриктен сұрансам, әдеттегідей бармайсың дейді. Сонда да тыңдамай бардым. Отырыс сол біз тұратын ауылда болды. Жақын жер болған соң анам қорқпай жіберді. Ол кезде әкем бір жұмыстармен ауылға кеткен болатын. Түнгі 11-лерде отырыстан шықсам, жігітім далада күтіп тұр екен. Бұл жолы тиіспеді. Жынданып, менен есепте сұрамады. Таң қалдым. Кеттік, қаланы қыдырып келейікші, деді қолымнан ұстап. Жындысың ба? Анама не деп айтамын? Түн болып кетті ғой деймін. Бірақ өзімнің барғым келіп тұр. Түнде Алматыны қыдырып көрмеппін. Мамаңа хабарласып, құрбымның үйінде отыра тұрамын десеңші, дегенде мен анама хабарласып, алғаш рет өтірік айттым. Құрбым жалғыз өзі, қорқамын деп жатыр. Мамалары келгенше қасында отыра тұрайыншы. Папасы келген соң мені үйге апарып тастайды деп анамды алдағанымда, анам байғұс шынымен сенді маған. Келісті. Мен қуана кеттім. Екеуміз таксиге отырып, қалаға тартып кеттік. Қыдырдық. Оның жиып жүрген ақшасы бар екен. Түнгі Алматыны көрдік. Өте әдемі болады екен. Қуанышымда шек жоқ. Жігітіммен қол ұстасып, бақыттан басым айналып жүрмін. Бір кезде мені үйіне шақырды. Бұл жүк тасушы балалармен бірге тұратын. Олар ауылына кетіп қалған соң, бір өзі қалған екен. Көнбесіме қоймай, үйіне алып келді. 1 сағат отырамыз да шығамыз деді. Екеуміз құшақтасып отырып, әңгімелесейікші деді. Мен ақымақ көндім. Бір жағы жігітіме сендім. Екеуміз үйленетін болсақ, сені босағама қыздай апарамын деп айтқаны есіме түсіп сендім. Бірақ үйіне барған соң басым айналып, сезімге беріліп, пәктігімнен айырылдым. 2011 жылдары 1-ші курсты оқып жүрген оңбай шоқ басып, қыздығымнан айырылдым. Сол түні Нұриктің қасында қонып қалып, анама құрбымның қасында жатырмын деп тағы да алдадым. Өкініп, жылағанымнан пайда жоқ. Ешкімге айтпай, ешкімге білдіртпей, өз қайғымды өзім жұтып, іштей күйзеліп жүрдім. Қыздығымды алған соң, ол мені тіптен егеленіп алды. Әр қадамымды бақылап, сабақтан шыққанда хабарласып, автобусқа мінсем де, түссем де есеп беріп отырдым.
етек кірім кешігіп 2 ай келмей жүрді. 3-ші айда құрбыма айтып едім, ол ұрсып жүріп тест әкеліп берді. Тексерсек 2 қызыл сызық шығып тұр. Қорқып кеттім. Біттім мен дедім. Папам мені өлтіреді. Мамамды да өлтіретін шығар деп жылаймын. Өйткені әкем бір көтерілсе жаман болатын. Ал анам өте момын жан. Мені түнде келмей қалғанымда жаман ештеңке ойламаған ғой. Алғашқы түннен кейін де пәтеріне 2 рет барып қонып қалғаным бар еді. Сонда анамның баяғы ет сататын сіңлісі келіп қалып мені сұраған. Құрбысының үйіне кетті деген анама ұрсыпты. Тез арада маған хабарласқан. Мен көтермегем. Құрбыма хабарласса мені ұйықтап қалды деген. Тез оятып, тұтқаны бер дегенде не дерім білмей, тұтқаны өшіре салған. Есіңізде болса, ешқашан бойжеткен қызды бөтен үйге қондырмаңыз, тіпті туыстардың үйі болса да. Өйткені жастықтың буы ақылды жеңіп кетуі мүмкін. Содан ертесіне үйге келген соң әпкем мен анам әбден ұрысты, бірақ мен мойындамадым. Анам мені жамандыққа қимады. Әпкеме, менің қызым мен алдамайды. Мен қызыма сенемін дегенде жерге кірерге тесік таппадым. Аяғым ауыр екенін білгенде тіптен жынданып кете жаздадым. Не істерімді білмей жігітіме айттым. Ол мәз. Балаға қуанып жатқан жоқ. Мені қармағына түсіргеніне мәз. Ені үйленбеске болмайды дейді ыржалаңдап. Ал менің бұған тигім келмейді. Оңбай алданғанымды білдім. Құрбым үшеуміз өз үйге түстік. 3 айлық ұл бала деп жынысына дейін айтып берді. Нуриктің 2 езуі 2 құлағында. Ал мен не үшін жылағанымды өзімде білмедім. Қуанып па, әлде қорқып па. Сыртқа шыққан соң ойласа келе ет сататын ағаш әпкеме хабарластық. Ол ауылға қыдырып кеткен болатын. Нурик хабарласып, қалайсыз? Қашан қайтасыз деді. Ертең қайтамын. Не болды? Тыныштық па деді әпкем бірдеңкені сезгендей. Жоқ, сөйлесу керек еді деп жігітім сасқалақтап. Қанша айлық болып қалыпты деді әпкем бірден. Біз айтпай-ақ біліп қойды. Ертесіне келе салып үшеуміз кафеде кездестік. Болар іс болды. Қатты ұрысты. Содан бұл мәселенің шешімін табуды ойластырдық. Ешкімге айтпай қызды алып қашасың. Өйткені баланы алдыртуға болмайды. Біріншіден үлкейіп қалған. Екіншіден бірінші баланы алдыртса өмір бойы бала тумай қалуы мүмкін дегенде мен қорқып кеттім. Өйткені күйеуге тиюге дайын емес едім. Бір жағынан жігітім мені шексіз сүйеді деген сенімділік болды. 2 қабат қылып алмай тастап кетсе не істер едім деп жақсылыққа жорып отырдым. Сонымен ойласа келе анам айтамыз деп шештік. Жігіт ауылына тойға дайындалуға кетті. Мен әпкем екеуміз үйге бардық. Алаңсыз тамағын істеп жүрген анама қарауға бет жоқ. Мына жаңалық жүрегін жаралайтынын біліп, ішім жанып барады. Шай тамақ ішіп болған соң әпкем қызың күйеуге тиемін деп отыр. Қыз мұраты кету дегені бар. Рұқсатыңды бер деп қойып қалды. Мен қалтырап қорқып отырмын. Анам, немене? Қайдағы күйеу? Сен әлі 18-ге де толған жоқсың ғой. Сол баяғы жігітің бе деп шошып кетті. Я деймін, басымды көтермеген күйі. Қызым ау, мен саған қанша рет ескерттім. Ол жақсы жігіт емес. Мінезі жаман деп ауылдың бәрі айтып жатыр. Өмірің қор болады ғой ботам ау деп шырылдап кетті. Күйеуге тиюге асықпа. Енді ғана 1-ші курсты бітірдің. Әлі талай жігіт кезігеді. Оқыған, тоқыған, көз ашық жігітпен жолғарсың деп. Жоқ, ешқайда да бармайсың. Мен қарсымын деп орнынан тұрып кетті. Сонда әпкем, қыздың жолын бөгеме. Кетем десе кете берсін. Ертең күйеуге тимей қалса, босқа өзіңді кінәлайсың десе де анам көнбеді. Қызың бүгін кетеді. Кетпесе болмайды деп тұр. Дегенде анам маған жалт қарап, абыройыңнан айырылып қалғаннан саумысың дегенде екеуміз де төмен қарадық. Анам қасыма жүгіріп келіп бетімнен салып қалды. Жылады, ұрысты, далаға шығып кетті, қайта кірді. Жоқ, мен қызымды ол балаға беріп қорғылым келмейді.
Бұзылса да жібермеймін дейді, көз жасын сүртіп. Түсінші, бүгін кетпесе болмайды. Бала бет ашарға дайындалып жатыр дегенде анам сонша асығатындай 2 қабат емес шығар деп маған қарады. Мен тағы төмен қарадым. Ойбай, құдайым-ай, не жазып едім сонша қинайтындай. Мына масқараны естігенше өлгенім жақсы еді ғой деп отыра қалып егіліп жылады. Оған қосылып мен де өзімді тоқтата алар емеспін. Тап қазір өле салсам ғой деп іштей өртеніп барамын. Бір қателігім үшін қаншама адам зардап шеккелі тұр. Ал мен ештеңе істей алмаймын. Анам байғұс аяқ қолы тырысып, біз деген қолдарын ұқалап, жедел жәрдем шақыртып, тыныштандыратын екпе салып кетті. Кеш батып барады. Әкем жұмыстан келген жоқ. Болуы керек. Ішім білініп қалған. Сол маңайда әкемнің үлкен әпкесі тұратын. Соған айтып, әкеме сол естіртетін болды. Осы шешімімізде үлкен қателік болды. Өйткені ол кісі сабыр сақтап, қолдау білдірудің орнына табалап, айғайлап кетті. Анама ұрсып, ауырып тұрған жүрегімізді одан сайын ауырта берді. Содан ол әпкем мені өз үйіне жіберіп, әкемді күтті. Сенесіз бе? Ол үйде отырған 1 сағатым 1 ғасырдай болған уақыт өтпейді. Ана жақта не болып жатыр? Бейхабармын. Телефонды өшіріп тастағам. Ол жақта менің тағдырым шешіліп жатты. Содан әкем естіген соң жынданып, анамды ұрмақшы болған. 2 әпкем ұстап қалып, әрең тоқтатқан. Көзіме көрінбесін. Енді менің Сағира дейтін қызым жоқ деп, көлігіне мініп кетіп қалған. Мені қайтадан шақырып алып, нағаш әпкем Шымкентке автобусқа салып жіберетін болып, жолға шықтық. Түнгі 11-лерде жүретін автобусқа салып жіберді. Таңертең жігітім мені 3 досымен Шымкенттен күтіп алды. Көлікке отырып, музыканы бақыртып қойып кетіп барамыз. Жолда бір кафеге кіріп, тамақтанып алдық. Сол кафеде отырғанда нағаш әпкем WhatsApp-қа шықты. Папаң кешірді. Сені қайтсын деп жатыр деді. Сен ол балаға шыққың келмей отыр ғой. Білемін. Кеш болмай тұрғанда осы жерден тоқтат. Қазір кафедегі әжетханаға барамын деп қашып кет дейді. Не істерімді білмеймін. Мына жігітті жақсы көремін бе, әлде тек аяушылық сезімі ме, өзімде білмеймін. Бір жағы жақсы көретін сияқтымын. Телефонда боқтап балағаттанғаны есіме түссе, жек көретін сияқтымын. Өз сезімімді өзім түсінбей дал болдым. Үйге қайта барсам, әкемнің бетіне қалай қараймын? Қарным шермейіп, әкемнің алдында қалай жүремін? Менің қарнымды көрген сайын қара жерге кіріп кететін шығар. Жоқ, қайтпаймын. Не де болса, пешенемдегіні көремін. Кеше кетіп бара жатқанда анам құшақтап, бақытты бол қызым. Өзіңнің таңдаған адамыңа кетіп барасың. Бірақ ертең маған жылап келуші болма деп шығарып салған. Өлсем де үйге қайтып бармаймын. Мына жақта әпкем тоқтамай жазып жатыр. Ақымақ болма. Әкең балаңды өзім асырап аламын деп жатыр. Тек сені ол үйге бармасыншы деп жатыр. Не істейсің? Не шештің дегенде мен артқа шегінер жол жоқ деп бір ауыз сөз жазып жібердім. Қазір папаң звондайды. Телефонды көтер. Сенімен сөйлескісі келеді деді. Окей дедім. Артынша әкем хабарласты. Сыртқа шығып тұтқаны көтердім. Алло дейді әкем. Даусы қарлығып дірілдеп тұр. Әбден жылаған сияқты. Қызым, кері қайтшы. Сен әлі жап-жассың ғой. Ол отбасына мен жақсы білемін. Ол үйде сен қор боласың дейді. Папа, кешірші мені, пап. Мен сізді жерге қараттым. Кешіре алсаң кешірші. Бірақ мен қайтпаймын деп едім. Папам ашуланып айқайлап кетті. Тұтқаны қоя салдым. Егіліп жылап тұрмын. Нурик жүгіріп келіп, не болды деп құшақтады. Папаммен сөйлестім дедім. Ол мені құшақтаған күйі көлікке отырғызып, ауылға қарай тарттық. Ауылға жақындағанда көлікті бипілдетіп, ауылға кіріп бардық. Мен де қосыла түспекші едім. Сен отыра бер. Қазір әйелдер өздері түсіріп алады деді. Баламын ғой сонда.
осы үйге қонаққа келгендей сезімде отырмын. Бір кезде ақ орамал жауып үйге кіргізді. Бір бөлмеде орамал жамылып мен отырмын. Жанымда бала-шаға отырып алған. Бетіме үңіліп қарап қояды. Біздің жеңеше әдемі екен дейді бірі екіншісіне. Кәне деп орамалдың астына үңіліп қарайды. Далада беташарға қызу дайындық жүріп жатыр. Бір кезде бөлмеге біреу кіріп келді. Мен осы үйдің адамы екен деп басымды көтермей отыра бердім. Орамалды басымнан жұлып алды. Жалт қарасам, ағам, папамның інісі қолымнан ұстап, "Жүр кеттік" деп сүйрелей жөнелді. Үлкендер араға түсіп, әп-сәтте у-шу басталып кетті. Ағам ешкімге көнбей мені алып кетпекші. Сабырға шақырып жатқан адамдарға қарап жатқан ол жоқ. Менің қасыма жетіп келіп, "Сенің кесіріңнен атам, апамды ұрып тастады. Соны білесің бе сен? Папаңның қандай жағдайда екенін білесің бе?" деп жұлқылайды. Сонда әлгі әкемнің қарындасы ауылдағыларға хабарласып, бәрін айтып берген екен. Мен өз еркіммен келдім. Ешқайда кетпеймін деп едім. Мойнымнан ұстап, көтеріп алып, қылқындырып жатыр ғой. Әйтеуір үлкендер араға түсіп, ажыратып алды. Сонымен мен тағы бір мүмкіндікті жіберіп, осы жерде қалып кеттім. Ағаларым жынданып кетіп қалды. Содан беташар болып некемізді қиды. Молда, "Мақырге не сұрайсың?" дегенде, мені бақытты етсе болды деп едім. Бәрекелді деп молда риза болды. Сонда мен тек бақытты болсақ екен деп армандадым. Мамамдарды жылатып кеттім ғой. Енді бақытты болғанымды көріп, қуанса екен деп армандадым ғой. Бірақ жар таңдауда оңбай қателескенімді бір аптадан кейін көрсетті. Жамандық көрсем өзімнен, жақсылық көрсем өзімнен дегендей, басымнан өткен қиыншылықтың бәріне тек өзім кінәлімін. Тағдырды өз қолымызбен жасап алады екенбіз ғой. Білмеймін, мүмкін әке мейірімін көрмей өскен соңда осылай тез алданып қалған шығармын. Әкем мені қалай жақсы көретінін сол кетіп бара жатқанда ғана білдім. Бұрын менімен сырласып, еркелеткен емес. Жағдайымды сұрап, маған не керек, не ұнайды сұрамаған. Қыз болсын, ұл болсын, әкеңнің мейірімі мен тәрбиесі керек екен ғой. Егер мен әкеме еркелеп, мені жақсы көретінін біліп, еркін өскенімде, мына жігіттің жаным, күнім дегеніне еріп кетпес пе едім. Әкемді де кінәламаймын. Мен кішкентай кезден абақтыға түсті. Одан шыққан соң Алматыға жұмысқа тұрып, бас көтермей еңбек етті. Қараңғыда кетіп, қараңғыда келіп, сүріне құлап ұйықтайтын. Жоқшылықтан ғой, қайтсек, жақсы өмір сүреміз деп жанталасты. Жағдайлары сәл де болса жақсарып, қуықтай бір бөлмеден 3 бөлмелі жағдайы жасалған көп қабатты үйге көшті. Бірақ біздің тәрбиемізді өткізіп алды. Қу-жоқшылықтан қашамыз деп біздің балалық шағымыз өз алдымызға өсіп кеткенін білмей қалды. Маған не ұнайтынын, менің не қалайтынымды сұраған емес. Бізде әкеліп берген киімін кимеймін деп жылынбай, жағдайына қарап кие беретін едік қой. 2 размер үлкен болса да, жеңін қайырып киіп кете беретінбіз. Кейбіреулер перзентті дүниеге әкелген соң өзімен өз өседі деп немқұрайлы қарайды. Ол дұрыс емес екен. Бала өскен кезде де құндақтағы бала сияқты мәпелеп, еркелетіп, арасында қысып алып тәрбиелеу керек. Мысалға, құндақтағы балаға қарамасаңыз, памперсін ауыстырмасаңыз не болады? Бала өскен соңда солай екен. Дер кезінде қарап, көңіл бөліп, ойыншық әперіп, қуантып, отбасымен қыдырып, бақытты балалық шақ сыйласақ, баланың болашағы да жарқын болады екен. Барлық нәрсе балалық шаққа келіп тіреледі ғой. Қазір мен 32 жастамын. Осы жасқа келсем де 50 жастағы әйел сияқты көп нәрсені түсіндім. Шындыққа тура қарауды үйрендім. Өз-өзімді қорғап үйрендім. Біреу үшін өмір сүрудің дұрыс емес екенін ұқтым. Аллаға шүкір, 2 ұлым бар. Қазір осы 2 ұлым үшін тау қопаруға дайынмын. Сонымен күйеуге тиіп тындым.
бір аптадай ауылда тұрдық. Бір апта ішінде орып үлгерді. Үйлері масқара, суық, ескі, құлайын деп тұр. Қанша от жақсаң да жылымайды. Атамыз екінші әйел алған екен. Ол екеуі қосылып алып ішетін көрінеді. Ешқандай жылулық жоқ мына үйде. Суық бір мола сияқты. Мә, өкінгенім-ай. Ішкі түйсігім алдамаған екен. Жүрегім осындай боларын сезіп тұрса да, өз-өзімді жазалап осыған тидім ғой. Әкемнен емес, алдағы тағдырымнан қорқуым керек еді. Алла маған қанша мүмкіндік берді. Енді бәрі кеш. Бір аптадан кейін ұрғаны, бәріміз шай ішіп отырғанбыз. Отырған жеріміз тастай суық. Бір кезде ас бөлмеге нан алып келуге шықтым. Ас үйі жылы екен. Сол жерде аяғымды жылытып тұрып қалдым. Бір кезде күйеуім жетіп келіп, не болды? Неге сонша құрып кеттің? Дейді діңкілдеп. Жылынып алайыншы, аяғым қатып қалды деп, керегімді алып шығып кеттім. Түнде бөлмемізге келген де ал миымды жесін. Мен теріс қарап жылап жатырмын. Ол болса мен өзіне қаратып алып, бетімнен жұдырықпен ұрып жатыр ғой. Мен мақау болып қалғанмын. Сөз де қайтармай, өз-өзімді қорғамай, көзім ағып жатырмын. Сөйле дейді, ұрып жатып. Кімді ойлап жатырсың? Маған тигеніңе өкініп жатырсың ба? Мен саған көрсетемін. Мені көз жасыңмен қорқытамын деп ойлама, деп ұрып жатыр ғой. Ана жақтағылар естісін дегендей дауыстап сөйлейді тағы. Орнымнан тұрып далаға шығып, ернімді жуып жатсам, артымнан қалмай келіп сұңқылдап тұр ғой. Қыз кезімде тыңдамай, құрбыларыммен кафеге барғанымды айтып, сол кезде әдейі менімен төсектес болғанын, бәрін ойластырып істегенін, бәрін айтып жатыр тоқтамай. Шок болдым. Сонда ғана мен не істедім, не бүлдірдім? Одан да әкемнен таяқ жегенім дұрыс еді ғой, деп іштей егілдім. Оңбай от басқанымды енді ғана түсіндім. Сонда мұның ойынша мені аш салақанында, жұмса жұдырығында ұстайдың деп ойлағаны ғой. Не керек? Үндемей құтылдым. Түн ішінде сарайға барып, асылатын жіп іздеп, асылып өлемін. Әке-шешемді қара бет қылып кеткендегі тапқан байым осы ма деп жылап жүрмін. Сол кезде баяғы анамның жылап тұрып, тасташы сол баланы деп айтқандары, нағашы әпкелерімнің бәрі қарсы болып айтқан сөздері, бәрі көз алдыма келіп, жас болып ағып жатты. Ертең менің алдыма жылап келуші болма деген анамның сөзі де есіме түсіп, жүрегіме қаншар сұққандай қадалды. Жіп іздеп жүріп тауып алдым, бірақ жан тәтті екен. Ондай қадамға баратын батылдық қайда? Ішімдегі баланы ойладым. Бейгүнә сәбидің не жазығы бар? Басым салбырап үйге қайтып кірдім. Ол қорылдап ұйықтап жатыр. Оянып кетпесін деп ақырын жанына жаттым. 2 аптадан соң Алматыға қайттық. Оқуым бар еді. Алматыда тұратын квартира жоқ. Мамамның үйіне бара алмайсың. Курстас қыздармен бірге тұруға тура келді. Ол да бұрынғы бірге тұрған жүк тасушы балалардың квартирасына барды. 5-6 күн жұмыс істеп, ақша тауып, бір бөлмелі времянка таптық. Көрпе, төсек, ыдыс-аяқ, ештеңкеміз жоқ. Ауылдан ештеңке әкелмегенбіз ғой. Қасымда құрбым бар. Екеуміз квартираны жуып тазалап, әктеп базарға барып, желім, пластмасса ыдыстар әкеліп, кішкентай ескі қазан сатып алдық. Анам байғұс арасында келіп тұратын, жоқ нәрсемді түгендеп, жейтін анау мынау әкеліп беретін. Ал әкем мүлдем келмейді, тіпті хабарласпайтын. Есік ашып барғанда әкем, бізді тыңдамай тапқан байың осы ма дегенде ұялып төмен қараған едім. Сонда әкем әпкелеріне мені айтып жылайды екен. Жас қыздардың ойнап күліп жүргенін көрсем, жүрегім ауырады. Менің қызым да осылай жарқырап жүрсе болмас педі дейтін көрінеді. Мені тұңғыш қызы ретінде қатты жақсы көрсе де, сыр білдірмей өзіме айтқан емес. Мен әкемнің мені жақсы көретінін кеткен соң ғана білдім. Сонда іштей жақсы көрген екен ғой. Қызым, мен сені қатты жақсы көремін деп айту соншалықты қиын болғаны ма? Егер сол сөзді бала кезімде жиі естіп,
жиі айтқанында мен жылулықты сырттан іздемейтін едім ғой. Естеріңізде болсын. Баланы жақсы көретініңізді жиі айтып тұрыңыз. Тек сөзбен емес, ісіңізбен де жақсы көретініңізді дәлелдеңіз. Әкемнің Алматыдағы әпкесі той жасағанда бәріміз барғанбыз. Сол кезде атам бәрінің көзінше әкеңді жылатып, тастап кеткендегі тапқан байың осы ма дегенде жерге кіріп кете жаздадым. Әкеммен баратын болған соң тойға келмепті. Мен де кішкене отырып әкемнің үйіне бардым. Келсем, кішкене ішіп алыпты. Мені көре салып, құшақтап, өкіріп жылап жіберді. Мен де айғайлап, жас баладай жыладым. Бізді көрген басқалар да жылап тұрды. Әкемнен құшақтасып, жылап алған соң, жеңілдеп, сәлде болса, иығымнан ауыр жүк түскендей болды. Папа, кешіріңізші деймін, жанына отырып. Әкем менің мойнымнан құшақтап, шашымнан иіскеп, кештім қызым, кештім. Жастықтың буымен кім қателеспейді? Мен де көп қателік жасадым. Сен де мені кеш қызым. Сенің алдыңда айыптымын. Саған қамқор бола алмағаным үшін кешір. Саған керек кезіңде жаныңнан табылмағаным үшін кешірші ботам дегенде даусы өзгеріп кетті. Папа, ол не дегеніңіз? Өзіңізді кінәламаңыз деп шырылдап кеттім. Екеуміз ұзақ әңгімелестік. Өмірімде папаммен осылай сөйлеспеппін. Сол күні сондай бір керемет көңіл күйде болдым. Күйеуім үйге кірмеді. Папамнан қорықты ма? Білмеймін. Мені тастап қайта тойға кеткен. Папам мені қайта сүйеді. Бір жағы аздап ішіп алғаны бар, бір жағы сағынып қалғаны бар. Сен кетіп бара жатқанда қалай қиналғанымды білсең ғой. Біреу жүрегімді суырып алғандай болды. Сенің бұлай кеткеніңді қаламап едім. Ертесіне нағашы әпкең екеуміз ауылға барғанда бәрі жабылып бізге ұрысты. Атаң апаңды не үшін ұрғанын білесің бе? Атаң қызды қайтып алып келіңдер дегенде апаң әкелмесін. Қызды қайтып әкелмеңдер, бақытты болсын деген үшін 70-тегі апаңды атаң ұрып жіберді. Сол кезде мен жерге кіріп кете жаздадым ғой қызым ау. Бірақ өткені өтті. Енді өкінгенмен пайда жоқ. Одан да мұнан айтшы. Нурик саған тиісе ма? Деп маған бұрылып қарады. Жоқ деп көзімнен біліп қойды ма деп төмен қарадым. Маған тура қарап айтшы. Бақыттысың ба дейді. Я деп тағы сенімсіз жауап бердім. Әкем өтірік айтып отырғанымды сезді, үндемеді. Ауыр күрсінді де қойды. Әйтеуір, бірінші курсты әрең бітірдім. Жаз айында тұңғышымды босандым. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деп бекер айтылмаған екен. Анам байғұс бізді осылай қиналып дүниеге әкелген екен. Адамнан адам шығу оңай емес екен ғой. Бір өліп тірілдім ау. Ұлымды емізейін десем, емшегімнің сүт шықпай, балам жылап. Өзім де баламын ғой әлі. Қосыла жылап отырмын. Қасымдағылар мейіріммен емізсеңші, сол кезде сүт шығады дейді. Мейіріммен қалай еміземін? Емізіп жатырмын ғой. Сүт шықпаса, мен не істей аламын деп шырылдаймын. Емшектен сүт шықпай, балам сора бермеген соң ұшы жарылып кетті. Ол да ауыртып барады. Баламды емізгім келмей, ол туылғалы, салмақ тастап, қызуы көтеріліп түнімен жылап шығатын. Ертесіне таңертең дәрігер келіп маған сұрақтар қойып, егер балаң жылап көнбей жатса, не істейсің дейді. Мені сынап, жас екенімді, балаға икемім жоқ екенін көріп тұр ғой. Мен шапалақтап қолымды бұлғап жатырмын. Баланы жұбатқан түрім ғой. Дәрігер басын шайқап, баланы қалай алып, қалай емізетінін көрсетіп, тағы бір жұма жатасыңдар деп шығып кетті. Жанымдағы мамашалар сүт шығаратын дәрі беріп, соны ішкен соң сүт шыға бастады. Кейін түсіндім ғой, мейіріммен емізудің не екенін. Баламды күннен күнге жақсы көріп, емізетін кезде емшегімнің ұшы тұздап, иіп бетіне шашырайтын еді.
перзентханадан шығарда анам өз үйіне алып кетті. Себебі біздің тұрып жатқан квартирамыз цемент және терезесі жоқ бір бөлме еді. Папам да жиен немересін көріп, қуанып, біз шомылтырып жатқанда жанымызда отыратын. Анаңның қасында болған қандай керемет, баламды шомылдырып, мені де күтіп, қой сойып, қалжа деген қойдың мойнын омыртқасы. Сол мойнында жаңадан босанған ана тазалап жеп қойса, баланың буыны тез қатаяды деген ырым бар. Жегізіп шілде терімді шығарып, сүт шаймен дәмді тамақтар беріп, жақсарып қалдым. Күн мен түнін есептеп 20 күнде 40-нан шығардық. Ертесіне күйеуім келіп, мені алып кетті. Ол үйге барғым келмей, әрең бардым. Үйге барған соң балама қарай алмай, біраз қиналдым. Балам көп жылайтын. Әсіресе қас қарая бастағанда басын шалқақтатып көнбей жылайтынды шығарды. Оған қосылып, мен де жылап. Кейін көрші келіншек келіп, баланы тексеру керек деген соң дәрігерге апарсам, бас сүйегі қысылатын. Черепной давление деген ауру екен. Аяғым ауыр кезде көп жылап, көп қиналғаннан балаға әсер еткен көрінеді. Анама айтып, ол мені алып кетуге келгенде күйеуім жібермей, неге бізге тыныштық бермейсіз? Менің отбасымда не жұмыстарың бар деп есіктің алдында тұрып алған ғой. Анам түсіндіріп жатса, түсінбейді. Баланы емдетейік, кішкентай кезінен емдетсе тез жазылып кетеді. Кішкене мойны қатқанша біздің қасымызда болсын деп әрең дегенде алып кетті. Ақылы дәрігерге апарып, басын түсіріп, тиісті дәрі мен екпелерін сатып алып, анамның үйіне қайттық. Шүкір, әке-шешемнің арқасында ұлымды уақытылы емдетіп, жақсы болып қалды. Оқудан 1 жылдық демалыс алып, баламен үйде отырдым. Сол кезде байқадым, күйеуім ақшаға қатты екенін. Жүк тасып тауып келген ақшасын маған көрсетпей тығып кетеді. Үйде отырған мен, анау-мынау жегім келіп, бала емізген соң қарны ашып, шөлдей береді екенсің ғой. Бір күні қатты шөлдеп кеткен соң, ақшасын тауып алып дүкенге барып, су алып ішкенмін. Жаз айы болатын. Қуықтай бір бөлмеде қапырық өліп кете жаздайсың. Кешке жұмыстан келгенде ақшасын 5 теңге алғанын көріп, жынданып айғайлап, неге менің рұқсатымсыз ақшаға тиісесің? Саған кім рұқсат берді деп сонша айғайлайды ғой. Шөлдеп кеткен соң алдым десем, үйде отырып алып, менің тапқан ақшамды құртып деп жағымнан салып қалды. Ұйықтап жатқан балам шошып оянып, шырылдап, жылап жатыр. Балама қарай бара жатсам, тоқта, қайда барасың? Мен әлі сөйлеп біткен жоқпын дейді, өзінше батырсынып. Бала жылап жатыр, естімей тұрмысың десем, жылай берсін. Бала болған соң жылайды, тұр мына жерде. Бері кел дедім саған деп, даусын жуандатып айғайлайды. Не деген мейірімсіз адамсың деп іштей ашуым келетін. Осындай күндеріміз өте көп болатын. Қайсы бірін айта берейін. Қаншама рет таяқ жедім. Төрдің ортасында мен оятып алып, тұрғызып қоятын күндері де болды. Ол ұйықтап қалғанда жайлап жатсам, оянып кетіп, «Өу, тұр, мен саған жат деген жоқпын, тұр деймін, өу» деп жұлқылап оятып алатын. Осының біреуін де әке-шешеме айтпадым. Бір күні қатты шектен шыққанда баламның ғана киімдерін алып, анамның үйіне кетіп қалдым. Телефонды өшіріп тастадым. Бір жұма жүрдім сол жерде. Рахат. Анамның қасынан кеткім келмейді. Күйеуім іздеп келуге беті жоқ. Әкемнен қорқады. Бірақ мен оның жасаған қатыгездігін ешкімге айтпадым. Анама да қыдырып келген адам құсап, күйеуім ауылға кеткен. Мені осында бола тұр деп айтты, деймін анама. Бірақ ана жүректі алдау мүмкін бе? Анам сезді. Бұл кезде балам 6 айлық болатын. Бір жұма өткен соң анам жайлап сұрады. Қызым, не болды? Шындықты айтсаңшы. Нурик не істеді саған? Сен жайдан жай жүрген жоқсың. Мұңайып жүргеніңді көзіңнен көріп жүрмін. Менен ештеңе жасырмай, айтшы қызым. Дегенде шыдамай жылап жібердім. Анамды құшақтап, ұзақ жыладым. Мама, мен оны көргім келмейді деймін егіліп. Түрін көрсем жиркенемін. Өз-өзімді қинап жүрмін.
Сіздерді қара бет қылып кеткенім үшін өзімді осылай жазалап жүрмін. Бірақ бұдан әрі шыдай алмаймын мамау. Мені ол адамнан құтқарыңызшы деп өкіріп жыладым. Бәрін айтып бердім. Үйленгенімізге 1 апта болмай, ернімді қанаты бұрғанын, түнде мазақ қылып тұрғызып қоятынын, ақша бермей аш қалдыратынын бәрін айттым. Анам байғұс шырылдап кетті. Папам мен ұйықтап қалғанда кеш келген екен. Мамам бәрін айтып беріпті. Ертесіне папам жұмысқа бармай күйеуімді шақырды. Түсте басы салбырап келіп тұр. Үйдегі герой Нуриктің жұрнағы да қалмаған. Жауынның астында қалған мысықтай солыңқы түрімен есіктен кіріп табалдырықта тұр. Кіруге қорқып, әкем жағасына бас салып тұмсығынан бір ұрып еді, мұрттай ұшты. Бар айтқаны: кешіріңіз, кешіріңіз, енді қайталанбайды. Енді ұрмаймын деп жалынып жатыр ғой. Мына көріністі көріп, одан сайын жеркеніп кеттім. Бұл тек маған ғана әлі келеді екен ғой. Неткен әлсіз адам еді. Сонымен ажырасамыз деп жүргенде екіншіме аяғым ауыр екенін білдім. Ол кезде күйеуім қайта-қайта хабарласып, жалынып, кешірім сұрап, жылап, аяушылық сезімді оятқысы келіп, барын салып жүрген. Анама айтып едім: Аллах тағалам екеуіңнің ажырасуыңа қарсы шығар. Мүмкін әлі де адам болып кетер деп, әкем екеуі қимай, қайтадан күйеуіме жіберді. Әкем де күйеуімді шақырып алып, енді қайталанса айтпады деме. Менің қызымды тепкен мына аяғыңды сындырып, ұрған мына қолыңды жұлып аламын. Қызым енді тисе маған айт. Нықтап жіберді. Барғым келмесе де амал жоқ, қайтып келдім. Адамның өзгеремін деген ниеті болмаса, өзгере алмайды екен ғой. 1 ай болмай қайта әуеніне басты. Ұрмаса да сұңқылдап, миымды жеп, таңертең тұрса, көрпесін сілкіп ашып, мені шошытып, білгенін істеді. Сол болмайтын нәрсеге бола ілік іздеп, сұйық тамақ жасасаң, неге қою тамақ жасамайсың? Сұйық тамақтан тез қарным ашып кетеді деп, қою тамақ жасасаң, неге сұйық тамақ жасамайсың? Қою тамақтан ішім жүрмей жатыр деп, әйтеуір ұрыс іздеп мін тағып отыратын. Бір күні қатты ұрысып қалып, бұл мені жұдырықпен бір ұрған ғой. Ұшып түстім. Сонда менің жүйкем сыр беріп, пышаққа қалай жүгіргенімді білмеймін. Ол кезде жатақхана сияқты квартирада тұрғанбыз. Ас үй мен әжетхана 5-6 квартира ортақ еді. Ұзын дәліз болатын. Содан жүгіріп барып, ас үйдегі дәу пышақты алып, Нурикке қарай жүгіріп бара жатқанымды көрші бала көріп қалып, үйге кіріп бара жатқан жерімнен ұстап қалған. Бар ойым күйеуімді пышақтап өлтіре салу еді. Арпалысып жүріп қолымдағы пышақты тартып алды. Өзінің қолын да кесіп алыпты. Мен отыра қалып, қолдарым тартылып, тістерім сақылдап, әлгі жігіттің әйелі су әкелсе іше алмай, тістім стақанға сақ-сақ етіп тиіп, олар қолымды қалап әлек. Күйеуім түк болмағандай далаға шығып кете салды. Көрші әйел жынданып, көріп тұрып кетіп қалған нес, оңбаған деп бұрқылдап жүр. Ата-ананың үйіне бір қашып барсаң, үйреніп алады екенсің. Тағы үйге бардым. Ол кезде оқуымның демалысы бітіп, жалғастыруым керек болды. Күйеуіме айтсам, оқымай-ақ қой, бәрібір жұмыс істетпеймін саған дейтін. Бұдан қайран жоқ екенін біліп, баламды анама қалдырып оқуға шықтым. Екіншіме аяғым ауыр болса да, оқып жүріп, арасында жұмыс істеп, 1-2 сағат дәріхананы жуып, кешке тағы бір шаштаразды жуып, кетіп 2000 теңге тауып, балама йогурт, памперс пен тәттілер алып қайтатын едім. Сонымен барып келіп жүріп, екінші баламды аман есен босанып алдым. Ол кезде бір базарда істейтін тәтенің үйіндегі времянкаға көшіп барғанбыз. Ол тәте өте жақсы кісі еді. Өздері 2 қабатты үй соғып, мен солардың жұмысшыларына тамақ істеп, үйін жинап, өздеріне де тамақ істеп қойып, жақсы тұратын едік. Ішіп жеміміз сол үйден шығып, жұмысшыларға тамақ жасағанынан бөлек төлеп жақсарып қалдық. Нурик сол тәтеден аяқ тартатын, дауыс шығармаған, тиісіп жатса тәтем жетіп келетін. Ол кісі бізге көп жақсылық жасады. Алла разы болсын.
Негізі күйеуімнің балалық шағы да қиын болған екен. Ауылдағы апалардың айтуы бойынша бұл 1,5 жасанды анасы әкесінен ұрсып қалып 3 ай төркініне кетіп қалған екен. Өздері қара шаңырақта тұрып, ол жерде 3 келін бар, бала-шағаларымен топырлатып тұрған дейді. Нурик тамаққа тоймайтын, ашқарақ болатын дейді марқұм енемнің ауылдағы абысыны. Тамақ піскенше қазанның қасында жылап тұратын. Шыдамай бара жатқан соң айранға нан турап берсек қуанып, жанталасып жейтін еді. Қолда аяққа тұрмаған соң атам оның аяғына жіп байлап, тапшанға арқандап қоятын. Сол жерде жылап-жылап ұйықтап қалатын еді. 3 айдан кейін анасы келіп, күйеуі екеуі тағы баласын тастап тауға мал бағуға кетіп қалды. Әке-шешеден мейірім көрмеген байғұс бала әркімнің түртпектеуімен өсіп кекшіл болатын. Анасы келген күні ісініп, құтырынып бізді шешеден боқтап теуіп кететін. Ал анасы кетсе басы салбырап, жәутеңдеп қалатын еді. Мектепке уақытылы барып, сабақ оқыған бала емес. Жігіт болғанша әркімнен таяқ жеп, бұзық болған үшін талай жазаланған бала деп айтқанда таңғалдым. Сол кезде балалық шағындағы алған соққыларының кесірінен осындай қатыгез екен болған екен ғой деп ойладым. Сонымен екінші балам жасына толмай ажырасып тындық. Менің нақты шешімім осы еді. Өйткені бұл адам болудың орнына құмар ойынға кіріп, жұмысынан да шығып, кері қарай кетіп бара жатты. Дүниеде адамның айтқанына көнбейтін өр көкіректен жаман нәрсе жоқ екен ғой. Өзі білмейді, білгеннің тілін алмайды. Баламның ақшасына дейін ойынға салып жіберген соң, бұдан ары күресудің пайдасы жоқ екенін ұқтым. Әке-шешем де сыртқа тепкен жоқ. Оқуымды аяқтауыма көмектесіп, қазір Аллаға шүкір, өз мамандығым бойынша жұмысымды істеп, нанымды жеп отырған жайым бар. Әке-шешеме, әсіресе анама алғысым шексіз. Өзімде жетпей жатса да кредит алып, оқуыма төлеп аяқтатты. Өмірімнің соңына дейін анашыма қарыздар болып өтемін. Әр айлық алған сайын анама сыйлық әпергім келіп тұрады. Ал Нурик болса, ажырасқысы келмей, неше түрлі айла тауып, неше түрлі қойылым қойып, әртіс болса да мен қайтпадым. Біресе жылап, біресе күліп, жалынып, қорқытып, үркітіп, неше түрлі нәрсе көрсетсе де мен сенбедім. Өйткені мен бұрынғы сенгіш Сағира емес едім. Енді бұрынғы аңқау қыз жоқ. Алдарыңызда ес тоқтатқан ересек әйел, балажан ана, өз мамандығын сүйетін еңбекқор мұғалім отыр. Өткеніме көз жүгіртсем, ақмақ болған екенмін. Бірақ мен өткеніммен емес, болашақпен өмір сүргім келеді. Осы шығарманың арқасында өмірге деген көзқарасым өзгерді. Көңіл күйім көтеріліп, айналамнан бәрін жақсы көріп кеттім. Болашаққа деген арманым мен үміттерім аз емес. Алла қаласа, ұлдарымды жетілдіріп, білім беріп, келін түсіріп, қадірлі ана болғым келеді. Қазір ұлдарыммен әке-шешемнің үйіндеміз. Сіңілім тұрмысқа шығып, інім Кореяда жұмыс жасайды. Отбасы банкке ақша құйып жатқаныма 1 жылдан асты. Алла қаласа, өз баспанамыз болып, бақытты ғұмыр кеші берейік. Барлықтарыңыздың тілекші болып жатқандарыңызға көп рахмет.